Қыздар, осындай нәрлі, пышный, сочный, бір дегенде жасап шығатын, міне қараңыздар, қайтадан орнына келетін, ашытылған қамырдан жасалынатын пирожки жасап көргілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Өте сочный болып шығады, және де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Пирожки дайындаймыз. Ол үшін осындай үлкен средний морковь, сәбіз және де осындай капуста қажет. Капустаны жартысын алып тұрмын. Осының өзінен бір шама пирожки дайындалады. Және де қазір қамырын үйлеу барысын. Пирожкиміз ашытылған қамырдан дайындалады. Осылай сердцевинясын алып тастаймыз, қыздар, бірінші. Бұл қатты болып тұрады, және де бұның дәмі ешқандай жоқ. Осылай алып тастайсыздар. Так. Осылай капустаны туралу барысымен таныстырып көрсетіп кетейін сіздерге. Алдымен өте мелкий қылып капустамызды турап аламыз. 4-5-леп турамаймыз, барлығын осылай ұзыншалап тураймыз. Себебі қазір біз капустамызды қуыратын боламыз, қыздар. Барынша ұсақтауға тырысыңыздар, себебі қаншалықты ұсақталса, соншалықты мелкий жеуге ішіндегі капустаның дәмі де білінбей, өте дәмді. Міне осылай бөлімдерге бөліп, капустаны ұсақтап, ұзыншалап, турап бір ыдысқа дайындап аламыз. Міне, барлығын осылай турап, ұзыншалап бір ыдысқа дайындап аламыз. Міне, қыздар, қараңыздар, барлығын барынша ұсақтап, осылай ұзыншалап, ұзындығы осындай болатындай капустаның барлығын, қырыққабаттың барлығын осылай ұзыншалап турап алдық. Сәбізімізді алып, үстіне мелкий теркадан өткіземіз. Өте қатты ұзыншаламаймыз. Осылай әр жерінен алып өтсаңыздар, ұзын емес, осындай капустаның көлемімен бірдей сәбізді осылайнан ұсақтап теркадан өткізіп керекпіз. Міне, қыздар, барлығы целый осындай бір морковь, және де осындай капуста шығады. Осының барлығын қуырамыз, қуырып алу процесін сіздерге көрсететін боламын. Қазанның астын орташа отқа қойып, толар-толмас бір шыны сұйық майыңызды құйып, майды алдымен қыздырып аламыз. Орташа қызу температурасы орташа болу керек. Оның үстіне міне морковьмізді саламыз. Осындай жай ғана дыбыс шықса, значит майыңыз орташа температурада қызды деген сөз, қыздар. Міне осылай соғыс шыққанша морковьті қуырып аламыз. Қатты отта қуыратын болсаңыздар, қыздар, сәбіздің осылай сап-сары соғыс шықпайды. Баяу отта ғана осылай сап-сары соғыс шығады. Қатты өлтірудің қажеті жоқ, сәбізді қуырып, орташа отта осылайнан ғана су шыққанша қуырасыздар. Бұның үстіне міне қырыққабатымызды саламыз. Бұл қырыққабаттың да су шыққанша жаңа сәбізімізді 3 минут қана қуырдық. 1 минутында уже соғыс шықты, 2 минутында уже жұмсарып, сәбіздің майдағы дәмі шыға бастайды, қыздар. Ешқандай приправа салудың қажеті жоқ. Сәбіздің майға шыққан сары суы қырыққабатпен бірлесіп, сап-сары болып шығаратын. Қыздар, қазанның бетін жаппаймыз, капустаны көштетіп, квашеный капуста қылып боқтырмаймыз. 5 минут уақыттан кейін уже газдың астын басып, өшіріп, енді начинканы суытуға қоямыз. Әбден суып болған 80-90% начинканы дайын болған қамырға уже салып жасай беруге болады. Енді пирожкидің қамырын үйлеуге кірісеміз. Қыздар, алдымен ашытқысын дайындап аламыз. Бағанағы май құйған ыдысқа дайындай берсеңіздер болады. Ол үшін осындай чай қасығымен 1 шай қасық қант, 2 шай қасық дрожь, яғни ашытқымызды, одан кейін 1 шай қасық тұзымызды. Тұзымызды оның үстіне сразу саламыз, қыздар. Қазір опорасына, пока осыны жылы суға үстіне
міне жылы суды қойып дрожжымызды көтерілгенге қоямыз. Үстінде майы даже дрожжы шықты, көрдіңіздер, иә? Опорасы көтерілгенше қыздар енді ұнды орналастырып құямыз. Ол үшін бізге міне 800 грамм ұн қажет болады. Ортасын осылай ойып дайындап аламыз. Және де 1 шай қасық тола тұз аламыз. Даже 1,5-дай алсаңыздар да болады. Міне осыншалықты барлығын салып, енді ұнмен бірге араластырып жібереміз. Не қараңыздар, енді жарылып тұрған мендегі. Осылай. Мынау магазиннің жұмыртқасы біреусі, және де біреусі қолдың жұмыртқасы. Міне осылайнан 2 жұмыртқа қосып, қамыр илейтін боламыз. Әрине қолымызбен илейміз қамырды, және де жарты литр жылы су дайындап қоямыз. Қасықпен араластыра отыра тағы бір қайтара опораны көтеріп алуыңызға болады. Міне қыздар, қараңыздар, осы күйінше опораны араластырып алып, сразу құйсаңыздар да болады. Осылайнан жайлап бірінші осы опорасы бар қамырды ортасына салып, жұмыртқаны барлығын езіп, бір қолдарыңызбен қатты түйдектеудің қажеті жоқ. Міне 1 литр су, қаншалықты су кететінінде қарап отырыңыздар. Енді бірақ ол ұнның сортына байланысты қыздар. Жиі құясыздар ұнды, себебі тығыз иленген қамыр әдемі көтерілмей қалады пирожкиге. Барлығын құйып жүруге де болады, әрине, бірақ та менің өзі нан илеу тәсілім осылай. Не осылай барлығын біріктіре, бірінші шетінен ортасына, одан кейін жетіне жағылған ұндарды осылай тазарта, жұмсақ нан болғанша илеп шығарамыз. Не қыздар, қамыр осылай ашуы тиіс, 40 минут уақыт өтті. Енді қамырымызды бір қайтарамыз. Яғни бір қайырамыз деген. Қайтарып алып, пирожкиімізді бастаймыз. Не қыздар, екінші қайтара иленген нанымыз тоже ашыды, жарты сағат көлемінде. Енді осыны формировка жасаймыз. Ол үшін ұнды осылай алып, қолыңызға жабыспайтындай әр күлше бөлшекке бөліп алу керекпіз. Не қыздар, осылайнан бір пирожки шығадау деген формировканы жасайсыздар. Күлше қылып, ұнға әр қайсысын аунатып алып, қорықпаңыздар. Одан ештеңке болмайды. Енді қыздар, ары қарай не істеліну керек, сіздерге былай айтам. Оқтаудың көмегімен, қолдың көмегімен, кез келген өзіңізге ыңғайлы, жаюға ыңғайлымен пирожкиді никогда оқтаумен жаймай созғыштап, қолдың көмегімен жасағанда, саусақтарыңызбен осылайнан жіңішке қылып отырсаңыз, формасы дайын бола қалады. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ, қыздар. Не қыздар, начинкасы дайын. Осылай үлкен қасықтың көмегімен начинкасын шетінен ала отыра, қатты толтырмай, жеткілікті болады деген мөлшерде ішіне салып, осылай түйесіздер, басып шығасыз. Шет жақтары осылай үскір болса, ештеңке етпейді, одан қорқудың қажеті жоқ. Қолыңызбен осылай бастырып, пирожкиіңізді дайындай бересіздер, қыздар. Күлшені жайып көрсетейін. Қолыммен жайғандағы. Енді оқтаумен барлықтарыңыз білет шығарсыздар, бірақ та мен оқтаумен пирожки жаймаймын, қыздар. Жабысып қалмас үшін ғана ұнын саламын. Осылай барлығын жасап шығамыз. Печкаға 180-200 градусқа жарты сағат 40 минутқа қойып, бақылап отырып пісіріп алсаңыздар болады. Себебі әркімнің пеші әртүрлі. Міне күлшесі дайын. Осылай салмасын салып ішіндегі, тек қана бұлай қолыңызбен қысып отырасыз. Начинкасынан су ештеңке шықпайтындай ғана қыссаңыз жеткілікті. Және қолыңызбен бассаңыз пирожки дайын. Печеный пирожки пеште піскен.
бір нені араластырып, жұмыртқаны жарып, менікі домашний жұмыртқа. Піскендегі результатымен қыздар бөлісетін боламын. Жанына да жағуды ұмытып кетпеңіздер, себебі печеные пирожки, білесіздер, пеште жаны жағылмай қалса аппақ болып қалады. Сосын расстояниеде қоямыз ғой пирожкиді, пештің табасына салған кезде арақашықтықты да ұстаңыздар, себебі ашыған пирожки бір-біріне жабысып, кішкене ыстыққа барған кезде градуспен вообще үлкейеді. Үй жұмыртқасының қолданған бір жақсысы осындай сап-сары болып шығады ғой. Пирожкилеріңіз енді қызыл керемет болып шығады. Нәтижесі мынау жареный пирожки артында 2 нан қойғаннан кейін күлше нанға пісіре салдық бауырсақ ретінде. Және пирожкиміз міне осылай болып шықты. Бисмилля. Міне қыздар, қамырының барлығы піскен, өте дәмді, сочный, пышный болып шығады. Және де печеный пирожкиміздің өзі осылай шықты қыздар, қараңыздар. Пышный. Және қайттан қалпына келеді, қарап тұрыңыздар. Міне, іші барлығына начинка бірде болған соң печеныйды үзбей тұрмын. Бірге тура осындай рецептімен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді, пышный, сочный болып шығады капустамен. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып, сіздер пирожкиді қандай жолмен жасайсыздар, оны да комментарийға жазып өтіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.